келісішіңізге менде аргумент табылады қазір. Е? Не болды қолдамайсыңдар бәрің? Енді рас қой, қызды өзіңіз жібере саласыз да, өзіңіз көлікке отырып алып, әуенді қатайтып. Ал енді қыз тыңдайық. Өткендегі әңгіме болды ғой, енді өткен сабақ алдық қой. 4 күнде қанша кездесу болды? Айтамайды ғой, көрдің бе? 3 кездесу. 4 күнде 3 кездесу. Қандай? Мощный дейді. Жана ханым, мен айта кетейінші. Және көңіл күй қалай? 100. Сөйлей бер, тамада. Айтайыншы мен, негіз бар ғой. Енді Бекзат мысалға қазір неге таразға шығарып салайын деп жатыр да, ағеркеніші. Бұл кісі қалада үйіне таксимен жібере салады ғой. Ақтөре, мен айтпадым. Қалада үйіне жібере салады Жана ханым. Мынау іштен шыққан жоқ. Бұны мен қалай түсінемін? Өткенде Түлкібасқа бармай қойдым, сол үшін айтып жатқан. Сол үшін ренжідім маған. Өткенде барам деді та, тура баратын күн лақтырып кетті Жана ханым. Түлкібасқа не үшін бардыңыздар? Түлкібасқа білмейсіз ба не? Ержанның несін басқарып келдік қой, қуаныш. Мен қазір Инстаграмда отырмағаннан кейін мүлдем хабарсыз болып кеттім. Ержан бар ғой біздегі бір қатысушысы, Ержанның ағасы Қырғызға толып, соны маған басқарып. Сіз басқардыңыз? Иә, мен басқарып, соны Ержанның қуаныш. Ақтөре сіздің асабаның көмекшісі ретінде бару керек. Көмекшісі ретінде баратын болған ғой, соны бармай қалды ғой. Зухра ханым барды ма? Барды, барып бірге ән айттық. О, күшті. Хамо не істеді? Хамоның үйіне бардық, Хамоның үйіне қонаққа барып, сол кісінің үйінде жаңағы тамақтанып, сол жаққа қонып, сол жақтан қайттық қой бірге. Жалпы, Түлкібасқа бардық, енді жаңағыдай біздің районға баратын болғаннан кейін жолдар дұрыс білмейді. Ол жақта еще Ержан айтқан, сендер трассадан келіп, осы жерден деп айтсаңдар, сол жақтан алып кетемін деген сияқты. Бірінші Түлкібасқа бардық, одан кейін біздің үйге бір бардық, одан кейін лагерге бардық, бассейнге. Лагер деген қалай ол? Лагер деген қалай түсіндірсем болады? Зона отдыха, демалыс аймақтар бар ғой бізде Машата неде Шатқалында. Күшті. Жоқ, Ақсу Жабалова басқа жақта. Біздің өзіміздің ауылда осындай 48 ба сондай не бар, зона отдыха. Бірінен кетін бірі, 2 каньонның арасында жайғасқан барлығы. Сол жақта қыдырдық қой, жалпы в общем керемет болды барлығы. Керемет, енді Ақтөре мырза меруерт үшін қалып қойған шығарсыз. Қараңдар енді, таксимен де ол өткендегі әңгіме ғой, мына жерде пікірден мен өзгергем. Өткенде екеуміз жаяу жүрдік, сосын жарты жолға барған барып, үйге дейін апарып тастадым, айтшы. Иә, в общем, қыз күліп тұр ғой, жаңағы басқа не керек сендерге? Жоқ, негізі Ақтөре меруертке не айтса да, меруерт я дей береді, ол шындық болсын, өтірік болсын, білеміз ғой Диана. Иә, жарайды, ортаға біз Асеке сізді шақырайықшы, келіңіз. Асеке, бағана мөлдірге қалай ашуландыңыз көрсетіңізші? Өз-өзіңізге пародия салып көріңізші. Айналайын, мұжымай тез-тез сөйлеш, біз де сөйлейік дедім. Жоқ, бұл бер жағы болды ғой, Асеке. Ана жерде өзіміз шошып кеттік қой. Скорость ана жердегі жылдамдықты айтсаңыздаршы. Мөлдір деген кезде сізден қорқып қалдық барлығымыз. Просто ойында тұрған нәрсені айтып жеткізе алмайғаннан кейін өзім жынданам ше. Сіз өте жылдам берілесіз ашуға, иә? Иә, жылдам берілем. Өйткені бана өтіп кетті енді, Әлия ханымға айтатын сөзім бар еді негізі. Жарайды, айтпай қойыңыз, қазір Әлия ханым оны естіп бізге хабарласады, одан кейін сізге айтатынын айтады дегендей. Иә, дұрыс айтасыз. Иә. Үміткеріңіз қалай? Үміткерім жақсы. Кездесу? Болды. Бір ақ рет. Енді деп отыр ғой, Алматының қаланың ішінде тұрып кездеспеген адамдар да бар ғой арамызда. Қазір әңгімеде айтып отырды. Ол кісі қаланың шетінде тұрады. Есікте. 1-2 сағаттық жерде. И жұмыстан қол тимейді. Қазір өзі шықса айтып беремін. Сонымен қай жерде жұмыс істейді екен? Неде, салонда. Сән салонында. Сән салонында. Олай болса, Әсия ханымды ортаға шақырып алайық, келіңіз. Қош келдіңіз. Қош көрдік, саламатсыз. Сіздің шыққаныңыз бір көңілсіз болды ма? Әлде Асекеге деген реніш бар ма? Түсінбей қалдық. Жоқ. Барлығы дұрыс па өзіңізде? Диана ханым бұл кісінің өзі сондай. Өзі сондай ма? Иә. Андай көп сөйлей бермейді, андай спокойный дейді ғой, сондай. Әңгімелесе алдыңыздар ма? Әңгімелестік, фото не видеоны ұмытып кетіппіз өкінішке орай. Екеуміз асығып жүріп шыны керек. Асекеден айыппұл ретінде 4 келі алма. Қатысушыларға. Иә. Кездесу болды. Мен андай айттым да, тамақ жейтін жерге барып, не істеген жек көремін да Диана ханым. Одан да барып паркке барып серуендеп андай
таза ауада как раз біз не істеген күні Алматыда жаңбыр таңертең құйып тұрды, обедтен кейін ашылды, өте андай керемет болып тұрды погода. Қыдырдық, сөйлестік. Барлығын білмесем де бір 80-90% білдім. Білдіңіз. Иә. Ата-анасын, ағайын туысқан, в общем, барлығын білдім ғой. Ал? Негізі семьяда екеуі екен, сестренкісі бар екен, сестренкісі басқа өзінің ауылда тұрады екен. Қай жақта? Басқа қалада. Басқа қалада тұрады екен. Бұл жақта өзі, жалғыз өзі. Үйі бар екен өзінің, жұмыс жайлы біраз уақыт болыпты ол кісімен істесіп жатқанына, ол кісімен андай екен де, бұл кісіге сенеді екен. Мысалы, бір күндік табыста 50-де 50 істейді екен де ол кісімен. Бана салон дедім ғой. Және сіз бізге бір алдау операциясын жасап жатырсыз ба? Алдау операциясын жасап жатырмын деп ойламаймын, жасадым деп те ойламаймын, көрсетіңіздер. Асеке енді бізде кішігірім интригант өзі. Ал көрейік. Күшті. Дана ханым, Ау? мына жерде шын жүрекпен шапалақ ұрып отқандарды көріп отырмын да. Кім айтып беріңізші? Алма жегісі келіп отқандар алма жей алмайды ғой енді. Бүйтіп отыр да. Жоқ, ең бір қатты қуанған қатысушы кім? 80% деді. Айтпай ақ қойын мынау деп 80%. Ал кім қуанбай отыр? Өзі айтып отырған қуанбағанда айтса еді, Ақтөре дос. Ақтөре сізді көре алмай отыр, иә? Ақтөре, сен үшін өзім личный алма келіп беремін. Жоқ, сенің маған деген бір личный бірдеңең бар ма? Айта салшы шынымен. Личный деп приязный айта алмай қалдым. Личный приязный. Оның алдында не деген сөз бар, иә? Личный не приязный ма? Аха. Бар ма? Айтсайшы енді. Жоқ. Жоқ, сен жоқ, мен қуанып жатыр қой, деп өліп жатқан біз ғой мықты. Ақтөре сенімен ойнаған жақсы көрдім. Бізде жарнама, Асеке жарнамадан кейін танысты қалай өтті, жалғасын таба ма, жоқ па, бірге білеміз. Қосылайық жобасы, кезекті белгі, Жандос мырза кімнің қолында? Нона ханымда. Нона ханым әлсіздік дейді. Ортада Асеке және Асия ханым. Асеке, сөз өзіңізде? Иә, Диана ханым, бір паркке бардық. Алматыда елілген парк десем болады. Сол жерге барып бір 2 сағаттай сөйлестік. Өзі айтып берсе одан кейін. Иә, енді сізді де тыңдай отырайықшы. Кездесуді ма? Жалпы, таныстық туралы, Асеке туралы не жайлы әңгімелестіңіздер? Ұнады ма Асхат? Сол біз паркте серуендедік. Жақсы екен. Асылбек мінезі ашық. Асылбек? Асылбек мында ғой. Асылбек деп Асхат деген. Жоқ, Асылбек деп ма? Жоқ, Диана ханым, мен айта кетейінші. Асылбек деп қалғанына қазір рахмет айтайын деп отқан шығар, может, Асылбек түсірген видеоны бәрін ше. Соған жеткізе алмай ойын. Дұрыс. Иә, жалғастыра беріңіз. Сол мінезі ашық. Өзі айтып берсінші, қысылып отырмын кішкене. Қысылып отырмын дейді. Қаланың шетінде тұрады деп айттым ғой. Саяхат жақтан күтіп алдым. Сосын сол паркке бардық, паркке барып серуендеп, одан кейін үйленіп жатқандарды көріп қалдық та. Андай ақ көйлек киіп ше, айтады да, екеуміз барып сол жерге суретке түсейікші, бізге де ниетті болсын деген сияқты ше. Асия ханым айтады. Иә, Асия ханым демеңдерші. Асем ханым. Асем ханым деңіздер. Ренжіп қалады екен Асия ханым десеңіз. Кешірім сұраймын. Сөйтіп қыдырып жүрсек, солай үйленіп, андай гулянка дейді ғой, свадьба сондай болып жүр екен. Сөйтіп барып суретке түсейікші дейді да. Мен де тұрмысқа шыққым келеді, мен де балалы болғым келеді деп. Сөйтіп мен айттым, мен бұйыртса ниетің дұрыс болса, енді бәрімізде ниетіміз сол. Сонымен мен сол көлік киіп алған енді келіншектің аяғы ауырып, андай жынданып не істеп баратыр екен. Биік өкшемен? Иә, биік өкшемен аяғын шешіп тастап ше, былай
сөйтіп мен ыңғайсыздан барып суретке түсуге бола ма деп ана ашуланып отқан екен да скамейкада барып суретке түсуге бола ма деп тағы да бірдеңе айтып қала ма деп ыңғайсызданып соны артынан видеоға түсіріп мен негізі сторисін көрген кісілер болса бүйтіп сол кісіні түсірдік Көрді, барлығы көрді. сөйтіп түсіріп ол кісілер машинаға мінгенше арттарынан бүйтіп жүрдік та одан кейін қайтадан паркке айналып келдік сөйтіп паркте отырып скамейкада отырып сөйлестік былай ол паркке барғандар болса басында тау сияқты болады сол жерге Қай саябақ? Президентский парк Сол. Президентский парктың Ең басында биік нүктесіне. иә нүктесіне одан да арда бардық Ары шықтыңыздар. сол жерде біраз сөйлесіп бір біріміздің ішкі жан дүниемізді айтып мысалы сондай қызық жағдайлар болды Кездесу қанша сағатқа созылды? 2 сағаттай 2 сағат. Керемет. Жаны ханым, мен айтып кетейінші мына жерде. Мөлдір, Гүлназым. Асхатқа сұрақ қойғым келіп тұр. Асхат, сен осы Бәке мырзамен араласасың ба қазір? Бәке мырзамен анау айтқан не істемей араласпаймын қазір не қалай осы жерде ситуация болды ғой білесіңдер ғой Нонамен бірге содан кейін екеуміз сөзге келіп қалдық кейіннен бір себептермен звондадым кездесе алмадық одан кейін сөйлескен жоқпыз в общем Нона ханымның арқасында араласпайсыздар. сондай болды Жаны ханым, енді мысалға Нона ханым үшін Нона ханымға Бәке келген кезде мына жерде Асхат Бәкенің сыртынан Нона ханымға кішкене бір әңгіме айтып мына жерде қызғанып сондай бір не болды да енді бұл үміткер Әсел ханым ғой Әсем ханым кешірім өтінемін Бәкеге келген болатын енді сонда қалай болып тұр сенен кейін Бәке Нонаға келеді да енді как будто орындарымен ауысып жатсыздар и менің бір ойлағаным бойынша Бәке екеуің бір вкустарың талғамдарың бір ма сонда бір қыз ұнай ма сендерге бір қыз ұнай ма деген қалай кетті сен бар ғой негізі өткенде саған айтқаныма өкініп отырмын мына жерде жалынып мен айтқан едім осы қызды алып қалашы сен вообще логически ойланда сен негізі жоба басталғалы болған жоқсың сен көп нәрселерді білмейсің да олай айтпай ақ қой қазір қыздың абыройын түсіріп мысалы да саған солай айтамын жоқ мен қыздың абыройын түсіріп жатқан жоқ мен сен туралы айтып жатырмын да именно сен Бәкемен араласпай қаласың да Нона үшін бірақ Бәкеге келген жаңағы үміткермен сонда араласады екенсің ол қалай мне кажется андай мужская солидарность жағынан сенікі дұрыс емес бұл жерде жоқ мен саған былай түсіндіріп берейін мен Нұрсұлу ханымға кетті Нұрсұлу ханымға мен ұсыныс жасадым ғой сол кезде Бәке сөйлесті ал енді мен отырмын осы жерде бұл кісі келді да бұл совпадение деп ойлаймын просто Мен Әсем ханымға бармадым дейсіз ғой мысалы танысуға мен барған жоқпын ол жерде тұрсың ба сен логистика Жана ханым Асхатқа сұрақ қоя кетейінші Асхат аға мырза деймін ба сізге және сіздің отбасыңызға қыздың өткен өмірі және де толыққанды отбасынан шығуы қаншалықты маңызды негізі ол любой еркекке любой неге маңызды деп ойлаймын ол ше сіз қазір түсініп тұрмын сіз қандай неде ата анасы өмірден өткен мысалы деген сияқты айтып отырсыз ғой примерно келтіріп ол жағын түсініп тұрмын мен ата анамен ол туралы сөйлесетіндей уақыт болған жоқ өйткені қазір білесіздер тойдың қамы қазір жан жақта тойларда деген сияқты былай тікелей былай отырып мысалы бір дастарханда олай сөйлескен жоқпын алдағы уақытта мүмкін жалғасып жатса сөйлесе жатармын жоқ толық ойларын айтпаса да немесе разылығын немесе қарсылығын айтқан болу керек қой сізге хотя бы білдіреді ғой көзқарасы қалай деп ойлайсыз өзіңіз жалпы өзіңіздің отбасыңыздың немесе өзінің ойы жеке ойы иә жеке ойыңыз қандай дұрыс айтасыз менің де көзқарасым мысалы ата анасы болса мысалы менің әке шешеме де құдалар болған дұрыс қой любой адамға ол приятный енді қалай айтсам болады тағдырда бұл енді бұл ата анамнан айырылып қаламын деп ойлаған жоқ қой енді әркімнің өзінің тағдыры мысалы бұл жерде де мысалы келді қаншама үміткерлер ше андай әке шешесі жоқ болып бірақ сол жұпқа дейін барып сондай случайлар да болған осы жерде мен айтып отырмын андай памяти мықты деп баяғыдан осы қослаяқты көрмей тұрып мен несі болатын фанаты болатын сондай случайлар енді білмеймін алдағы уақытта не болатынын алдағы уақытта не болатынын білмеймін әзірше нақты жауап бере алмаймын дейді Нұрсұлтан жаңағы қайната қайнене деген сияқты болған дұрыс қой деп сөзіңді айтып жатрсың ғой жалпы негізі қарсы сияқтысың сен негізі әке шешесі болмай қалып қыз өзі болса ғана сондай қызға үйленуге қарсы сияқтысың сен Асеке сол сөзіңнен түсініп отқан сияқтымын мен солай ма жалпы негізі қарсылық негізі бар іштей қарсылық кішкене емес біраз бар сияқты ғой сенде жоқ жалпы былай ғой негізі енді ата ана ол өзің айтып отырсың сөзіңде ешкім тағдыр таңдап алмайды ғой деп
таңдап алмайды. Бірақ сен енді қызды жақсы көріп тұрсаң, сенде барлығы ұшқының пайда болып, сезім пайда болып, кәдімгідей күшті жарасым болып кетіп жатсыңдар. Онда сонда ата анасы жоқ екен ғой, жоқ ала алмаймын деп, сонда соған бола тіреліп қаласың ба? Жоқ, мен саған қазір ғана түсіндіріп айттым ғой, Ируха. Ата анаммен әлі толықтай сөйлескен жоқпын, бірақ маған айтты да, енді қыздың эфирді көреді ғой, мысалы, ағайын туысқаным бар, басқасы бар, айтады ғой ата анаңа. Менің анам папаммен көп сөйлесе бермеймін, өйткені папам тұйық адам да, мамаммен сырласам. Үйде болады ғой, біреу папасына жақын болады, біреу мамасына жақын болады деп. Мен мамаммен көбінесе сөйлесем. Сол кезде мамамның телефонда айтқаны бар да, былай бетпе-бет айтқан жоқ, телефонда айтқаны бар. Енді құдағи деген нәрседе керек қой любойына деген сияқты. Сөйтіп мен мамама айттым, мама дедім, енді бұл тағдыр, енді сөйлесіп көріп жатырмын деген сияқты. Кеше ғой танысқанымыз. Жоқ, Асхат, мынандай нәрсе ғой, сіз ертеңгі күні бәрібір ол нәрседен аттап өте алмайтын сияқтысыз да. Сіз үшін бұл үлкен мәселе болып тұр да. Сол үшін де мен сіздің әсемді ойлап айтып жатқаным ғой, ертеңгі күні ол қиналып қалған, қалап тұрған жоқпын, оның тағдыры өзі таңдап алған жоқ та. Сіз бәрібір де қазір жүресіз, соңындағы себеп сол болатын сияқты. Осылай, осыған мен өзім де және ата-анам да қарсы деп. Соңында бәрібір айтатын сияқтысыз да. Сол үшін әсемнің уақытын алмай қинамаңыз кейін деген келіп тұр. Нушан Айдана. Уақытын алмай дегенде енді ғана танысты ғой негізі. Әсем ханым, қош келдіңіз. Бірақ мен ойлаймын, что таңдаған адамымның ата-анасы болғаны болмағаны бұл қатты бір маңызды нәрсе деп ойламаймын негізі. Қыздың өткен өмірі маңызды десе, бұл енді басқа әңгіме. Ал енді ата-анасы маңызды деген қалай бұл енді? Ата-анасы маңызды емес, бұл жерде адамның өзі жақсы болса болды негізінде. Және де бұл Асеке, сіз бұған мен қарсымын деп айтып отырғаныңыз бір аргумент айтып беріңізші, не үшін қарсысыз? Сіз оның ата-анасымен бірге тұрмайсыз ғой. Сізге не қатысы бар деймін да оның? Ары кетсе ата-анасын жылына 1-2-3 рет көреді. Қонаққа барғанда көресіздер. Ал сол кезде болмай қалса, онда тұрған не бар? Мен саған былай айтайын да, ничон. Менің енді ата-анаммен ақылдасасың ғой, үйленетінен де алдын, осы жаққа келетінен де алдында, мысалы. Менің мамамның айтқан несі бар. Мамаңыздың сөзін сөзбе-сөз айтып беріңізші. Сізге не айтты? Сөзі бар. Негізі құда деген нәрсе керек қой деген сияқты айтты да. Сөйтіп мен айттым, мен жоқ болса не істеймін деген сияқты. Сол кезде өзің көресің ғой балам деді да, өзің ақылың бар, жасың 18-де емес. Ақыл тоқтатқансың. Алдағы уақытта көресің ғой деген сияқты солай айтты. Енді көресің ғой деп өзіңізге қалдырса, сіз енді өзіңіздің ойыңызды айтсаңызшы, қайта-қайта ата-анаңыз тыға бермей. Жоқ, Нұрсұлтан, мен саған былай айта кетейінші, Әсем ханым, қош келдіңіз. Диана ханым, енді біздің отбасыда да енді менің жаңағы ата-аналарым, мамамның айтуы бойынша ол да айтады да, Айдана, енді жақсы болар еді егер де сенің болашақ ер азаматыңның ата-анасы болса, толыққанды отбасынан болса екен дегенде. Өйткені дәл тура осы сөз. Маған бір Айдана, өзің не істесең өзің біл, бірақ маған жақсы бір құдағи маған алып келіп берші дегенде. Сондықтан да кей отбасыларда ол действительно бар нәрсе. Жоқ, енді былай ғой, жоқ, бұл жерде былай ғой, қара. Енді Айдана, сен сонда жақсы құдағи әкеп беру үшін тұрмысқа шығасың ба сен сонда? Жоқ, бұл жерде енді, ой, қамайды. Жоқ, просто мынандай нәрседе ол қате нәрсе. Енді ата-анасы жоқ болса да басқа туған туыстары деген нәрселер бар ғой. Бұл жерде Асхат сенің ата-анаңды сылтаулатып, басқа нәрсені сылтаулататын қажет емес. Бұл жерде тек қана бұрын сонда тұрмыста болған және де баласы бар ғана саған мешайт етіп тұр да, и сен оны былайдан айландырып әкеп соны қате қылып шығарып отырсың. Ал менің ойымша ата-анасы қарсы емес, Асекенің өзі қыздың толыққанды отбасынан болғанын қалайтын сияқты. Және енді кішкене бір әдемірек естілсін деп, менің ата-анам айтты деп айтады ғой көбісі. Иә. Мен былай айтайыншы, Диана ханым, сөйлестім ғой мысалы. Кіммен? Красавицамен қасымда отқан. Сол кісінің айтқан несі бар, мен былай айттым да, екеуміз кездескен кезде, оны сырласуды айттым, сырласудан кейін паркте қыдырып жүрген кезде айттым былай. Ертең дедім да, мысалы екеумізде барлығы жақсы болып, мен алдынан өту керек қой, қыздың туысқаны бар, басқасы бар деген кезде, бірақ туысқаны бар екен да, араласатын өзінің айтты. Қалай айтты, солай жеткізіп жатырмын. Ол да бақанас жақта тұрады деді. Қандай туысқан дегенім бір алыстау туысқанымыз деді. И өзінің туған сіңілісі бар, туған сіңілісі айтты ғой басқа қалада деп ше. Басқа туысқандарын қайда деген кезде сұрақ жауап аламадым мен сол кезде. Кейін өзім ойландым да, басқа значит жоқ, туысқандарым бар, бәрі Өзбекстанда. Өзбекстанда? Қарақалпақстанда тұрады. Қарақалпақстанда. Диана ханым, қойсам бола ма? Әсем, қош келдіңіз. Енді мен ойлаймын, бұл тақырып кішкене сізге де ауыр тиюі мүмкін. Енді айтып жатыр ғой, ешкім тағдырды өзіне таңдап алмайды деген сияқты. Дегенмен де Асхатпен ара қатынасыңыз ертеңгі күні жақсы бола тұра, бірақ ата-аналарының
тарапынан осы жағдайға байланысты қарсылық білдіріп жатса, бұл сізге ауыр соқпайды ма? Соғады. Мен кетейінші, мына жерде бар ғой, кейбір осы қатысушылар түсінбеймін да, постоянно бір өзіне бір теңке ұнамаса, өзі қаламаса бар ғой, ата-анасымен жабылады да, бір мына жерде бір мектеп оқушылар сияқты. Мы же взрослые люди, тем более Асхат, сен 30-дан асқан ер азаматсың, неменеге сен ата-анаңмен жабылып отырсың қазір? Ата-анам осылай айтты, былай айтты. Ата-анаңның пікірі сіз өмір сүресіз, міне сонда ата-анаңның пікірін аласың, сен үйленгеннен кейін ата-анаңа керек қой, құда деген керек болады, жекжат деген керек болады. Сен бір даладан бүйтіп ала салмайсың ғой. Жоқ, Асхат, сенің ойың сондай шығар. Асхат, мен саған тағы да қайталап айтамын. Айта салайыншы, тағы да қайталап айтамын. Егер қыздың әке-шешесі жоқ, бірақ саған толық ұнап тұрса, тәрбиесі, тәртібі, барлық жағынан пысық, ой, көңілің толып тұрса да, сен өзің әке-шешеңнің мнениеңді өзгертетін сенсің бұл жерде. Түсініп тұрсың ба? Айтып өзгерте алатын сенсің. Сенікі жай сылтау сияқты ғана болып көрініп тұр. Ереке мынандай нәрсе ғой, жалпы енді бізде қоғамда мынандай нәрсе бар да, бір кісілер болады, бір ата-аналар болады да, мен құдамен құдадай, құдағимен құдағидай араласқым келеді. Болашақта сен өзіңнің жарыңның ата-анасы болса екен деген ата-ананың өтініші болады сондай бір. Ол бір аспаннан алып отқан нәрсе емес. Бірақ енді әрине тағдыр деген дүниені ешкім өзгерте алмайды. Сенің басыңа ата-анасы жоқ адам жазылып тұрса, сен соған үйленесің. Бірақ желательно ата-ананың қалауы деген нәрсе бар да, берді. Мен құдағимен құдадай, құдамен құдадай араласқым келеді деген сияқты нәрсені ата-ана қалайды бәрібір. Өйткені баласы үйленбесе, ол құдағи деген дүниені көрмесе, кез келген ата-ананың қалауы деп ойлаймын. Негізінде біздікі сәл бір тойынғанның әңгімесі болып тұрған сияқты. Өйткені өздеріңіз ойлаңыздаршы, бала өзінің тағдырын өзі сұрап ала ма? Менің әкем я шешем жоқ болсыншы деп тілеп ала ма өзінің алдына? Және бұл жерде біз бір енді естіргеннен айтып отырған сияқтымыз бұндай талаптарды. Өйткені қанша жетімдер үйінде тәрбиеленіп жатқан балалар бар, я? Оларға онсыз да махаббат жетіспеді, және оларға біреу бетіне басса, мен сені әрине сүйемін, сен маған ұнайсың, бірақ кешірші, сенің ата-анаң жоқ, екеуміз бірге бола алмаймыз десе, бұл өмірдің заңдылығы қайда? Әділдігі қайда? Сондықтан бірінші кезекте адам адамды сүйіп үйрену керек, адам адамды қабылдап үйрену керек. Ал енді жаңағы айтып жатқанымыз, я құдағи әрине жақсы, бірақ ол болмай жатқан жағдайда ол бір енді бір қатты қиын, я болмаса мүмкін емес, дүние емес. Я бұл жерде Диана ханым өзі де айтып отырсың ғой, Асхат, сен бұл жерде анаңның айтқан сөзі лажы болса деген сияқтыға келтіріп отыр да, сен өзің басың бар ғой балам, ойлан деген сияқты. Көр енді, өзің танысып көр деп саған возможность беріп тұр, бірақ сен ойланып, сен бұл қыз ұнамағаннан кейін, мен айтып алайын, бұл қыз ұнамағаннан кейін сен осындай шешімге келіп отырсың. Егер саған Асия ұнап, жүрегіңе жақын тартып қалсаң, сен талабыңнан, бұндай мамаңның талабы болсын, басқа әкеңнің талабы болсын, сен бас тартып бірге болатын едің. Шындыққа бетіне тура қарасаңшы. Мен айтайыншы, Асхаттың анасындай дәл менің анам да бар, дәл сондай ше. Өйткені любой ана бәрібірде баласы 30-ға келсін, қызы 35-ке келсін, бәрібірде рұқсат сұрағанды қалап тұрады. Кеше мысалы мен Түркістанға кетіп қалдым, пятница. Сол Түркістанда не болғанын біз жарнамадан кейін білейікші, я? Жарнама. Я, Досан мырза, енді қандай жұлдыз болып жүрсіз соңғы күндер айтыңызшы. Басында бір жарқ еткен жұлдыз болып едіңіз, одан кейін ағып бара жатқан жұлдыз болдыңыз. Қазір қандай жұлдыз? Қазір білмеймін, жұлдыз емеспіз енді, непонятно. Сол рас болса қолыңыздағы белгіні көрсетсеңіз. Е? Арамдық дейді. Индира ханым, сізде пікір? Айтып жатқаным, Зухра ханымға да айтқым келеді. Асхаттың анасындай дәл менде де ана бар деп жатыр. Не үшін? Өйткені білем да, мен жұма күні жолға шығып кеткенімде, негізі мен бөлек тұрам анамнан. Асхат тем более бірге тұрады анасымен. Мен бөлек тұрсам да, анам маған қатты ренжіп жолға шығып кеткеніме мені черный списокке қойып қойды. Не үшін? Сен маған айтпадың, сен менің әлі баламсың, қанша жасқа келсең де деп. Тем более 5 күні ол кісінің туған күні болды, 55 жасқа толды анам. Сол кезде мен черный списокке қойып қойған кезде мен жаман өзім ыңғайсыздандым, анамнан кешірім де сұрадым. Бірақ келесі күні әйтеуір анам кішкене жібіп, яғни баласым ғой, не болса да мені шығарып черный списоктен, сонымен анамның кешірім тағы сұрап, воскресенье күні Түркістаннан келіп құттықтадым анамды. Құтты болсын. Сол үшін мен түсінемін, Асхаттың анасын да түсінемін. Ол мен сыртта бөлек тұрсам да, аналардың бәрі бірдей деп ойлаймын. Бірақ
енді әрине әсем қош келдіңіз. Ешкім тағдырды өзіне қалап алмайды. Мен ойлаймын, егер шын ғашық болса адам ешнәрсе қарамайды деп ойлаймын. Жоқ, мен Жана ханым негізі кішкене бір противрақ әңгіме айтайыншы. Негізі жоқ противрақ деген ол қандай? Негізі қарсыластық кішкене. Қарсылау. Өйткені мен ата-аналарды жаман деп айтпаймын. Әркімнің ата-анасы әртүрлі воспитание береді баласына. Бірақ та мен түсінемін кейбір ата-аналардың мысалы табалдырық аттамаған қыз алып кел, ажыраспаған қыз алып кел, баласы жоқ қыз алып кел деген бір нелерін түсінемін. Бірақ та бұл жерде менің ойымша кішкене бір эгоизм деген сияқты бар сияқты. Өйткені өзінің баласына қандай ата-ана, допустим, ол жақсы көріп тұр, допустим, оның әке-шешесі целый емес, мысалы, тек анасы ғана бар ол қыздың, или там тек әкесі ғана бар. И маған құда болатын адам деп бір нақты сондай шешім қойып, болды, одан басқа қызды алып келуші болма деген ол эгоизм, ол өзін ойлап тұр бірінші ол ата-ана. Сондықтан, білмеймін, енді ата-ананың сыйлаймыз, құрметтейміз, бірақ это не значит, что всегда ата-аналардың айтқаны дұрыс деген сөз. Диана ханым, мен де бұл жерде Зухра ханымның сөзімен толықтай келсем. Жаңа ғана мына жерде Гүлназым Алия ханым звондады ғой. Сол кезде де мына жерде шырпыр болған кейбір қатысушылар бар да, не үшін араласады осындай мәселелерге деген сияқты. Негізі мына жерде отырған адамдардың барлығы біз қатысушылар, мы осознанные взрослые люди, да. Әрбір нәрсеге ата-ананың араласа берген дұрыс емес. Мы как взрослые люди өзіміз өмірімізге өзіміз жауапкершілікті өзіміз ұстаймыз. И шешімді де қабылдайтын негізі біз өзіміз. Қандай шешім қабылдасақ та негізі ата-ана айтқан тыңдамау керек, жаңағыдай отказаться надо деген мағынада айтып тұрған жоқпын. Ата-ана айтқанда тыңдау керек та, бірақ все равно шешімді қабылдайтын да өзің, өмірді сүретін да өзің, взрослый человек болғасын жерде ата-ананың мына жерге тыға бергенде иногда ыңғайсыз. Себебі Диана ханым, бізді енді телевидениеде қаншама мыңдаған халық көреді, миллиондағанда жас өспірімдер көреді да, біз мына жерде жап-жас дардай ер азаматтар, 30-дан асқан ер азаматтар, ата-анам рұқсат бермейді, мамам былай айтты деген ол өте ұят, төмен әңгіме. Жоқ, Диана ханым, қараңызшы, қазір маған айтып отқан қызға мен ответ қайтарайыншы. Сен де 3 жыл ма Азат мырзамен жүрдің да, ата-анасы қарсы болды ма, 30 жерде бай іздеп тұрсыз ба? Саған бір жүреді. Одан кейін мен кімге Зухра ханым айтайыншы. Зухра ханым, қазір сөйлеп отырсыз ғой, ата-ана мысалы Бексұлтан да осы жерге келген кезде мен хижапта қызды аламын деді да, өзі махаббатынан бас тартып отыр ғой қазір. Мысалы сенде пойтеровка да бар, бәрі нәрсе істеткесін мысалы да. Мысалы мен кеше ғана таныстым, может менде махаббатым ашылып, может үйленіп кететін шығармын. Соны айтып отырмыз, кім Асқат саған соны айтып отырмыз. Қазір сен мысалы мамаңды солай айтып отырсың ғой, ата-анаңа сілтеп отырсың. Қазір сен осы эфирдан шығасың, осы жерде күні бойы отырмайсың, үйіне барасың, содан кейін мамаң саған ренжиді. Балам, мен саған нақты мен тоқта айтып алайын. Нақты біз саған ондай талғам қойған жоқпыз. Сен неге менің атымнан ондай айтып отырсың деген сияқты сөздер болуы мүмкін. Өйткені сен бұл жерде мамаңның кішігірім айтқан сөзін мынандай қылтып келіп айтып отырсың. Жоқ, Диана ханым, айта кетейінші, тоқтай тұрыңдаршы. Мен анаммен бүйтіп отырып сөйлескен жоқпын. Былай телефонда былай ақырындап айтты да, осындай деген сияқты. До этого айтқан, негізі эфирге мен осы қосылай бағдарламасына келмей жатып маған айтқан, бұйыртса Асқат, мен өйткені кішкентай кезімде шал кемпірдің қолында өскен, мені былай ұстағанда, и бір күшті семьядан қыз алып келсең, үйімізге бір әдемі бір қыз келсе, нандай деп айтқанда, мен сол миыма қонып қалғанда, содан кейін айтып жатырмын. Бұйыртса біз таныстығымыз кеше ғана бір-ақ рет кездестік. Бұйыртса танысып көреміз, может. Сол кезде бәрі нормальный бола ма? Бір Алла біледі оны. Диана ханым, мен айтып кетейінші, Бексұлтан. Жаңа мен мәселемді айтып қалып жатсың ғой, Асқат, негізі бар ғой. Негізі менің ата-анам қарсы болған емес, негізі Азат мырзаның тарапынан мені қабылдамаған баламмен. Бұл әңгіме осындай мәселеде. Ал саған келетін болсақ, Асқат, енді бар ғой, мына жерде айтып отқан әңгімелердің бәрі негізі өте төмен әңгіме айтып жатсың негізі. Жоқ, мөлдір. Сен бар ғой, 3 жыл жүрдің да, 3 жыл ара қатынаста. Сөйтіп ата-анасы қарсы болды да, не болды? Екіге айырдыңдар. Оның қандай қатысы бар бұл жерде? Менің кінәм жоқ қой бұл жерде. Сен маған тікелей айтып отқан сұрағыңа логически ойлап қарасайшы. Сен ата-анаңмен қазір оправдываться етіп отырсың. Мен емес бұл жерде. Сен Азаттың не қатысы бар? Сабыр. Негізі былай шындыққа тура қарайшы, қоғамда ондай ата-аналар бар. Кәдімгі менің баламның жаңағы үйленетін баламның әкелетін ата-анасы бос екен деген сияқты. Ол бір нақты бір шешім емес, ол бір қалау. Ата-аналардың тарапынан бір айтылатын сондай бір қалау бар. Мысалға, менің де әкем жоқ. Мысалы, мен жақсы көріп тұрғанда, мен сенің әкең жоқ, мен саған тұрмысқа шықпаймын десем, маған ауыр тиеді әрине. Бірақ бұл қоғамда бар ондай ата-аналар. Біз оны жоққа шығара алмаймыз. Біз бұл жерде ол дұрыс деген әңгіме айтып отқан жоқпыз. Просто сондай қалайтын сондай адамдар бар да, соны қабылдай білейікші. Просто біз қазір ойдан шығарып айтып отқан жоқпыз ғой бұл әңгімелерді. Енді Бексұлтаным мына жерде отырып қанша рет айтты ғой, енді анам жаңағы баласы жоқ, келін алып келсін деген сияқты. Сен де негізі сондай көп әңгіме айтқан болғансың мына жерде.
Жоқ, енді ол басында солай болды. Кейін мен айттым ғой, анаммен сөйлесу болды. Біз ересек адамдармыз ғой. Ересек адам болғаннан кейін ата-анамен сөйлесу болды. Сөйлесу болғаннан кейін барып анам оны түсінді деп айттым ғой мен кейін оны. Талқыладық осы жерде. Негізі шындығы мынандай ғой, тағдырластар тағдырласты түсінеді, жай ғана бастарына түспесе, негізі мыңның бірі ғана ондай жағдайды, мысалға жаңағындай ажырасқан, тұрмыс құрған баласы бар әйелді алып беру дегенге мыңның бірі ғана. Мысалы мен айтам, анам ренжитін шығар, енді бұл әңгімені шығарғаныма. Мен мамадан сұрайтынмын, алдында менде де тура осындай молянкіндей жағдай болып еді ғой. Сол кезде мен мамаға айтатын, мама ағама мысалға ажырасқан қызды алып беретін бедіңіз деп ше, тірі болса мысалы осылай әкелем деп айтса, сіз алып беретін бедіңіз десем, мысалы мама да менің басыма түскеннен кейін бәлкім түсініп тұрған шығар деймін да, әйтпесе ондай жағдай бізде мүлдем болмаған болса, мен әлі тұрмыс құрмаған қыз болсам, жаңағындай ағам бойдақ болса мысалға ондай түсінбес еді да ол кісілер де. Сол үшін де ата-ананы кінәлаудың дым қажеті жоқ. Олар мысалға бастарына түскен адамдар ғана өздерінде болған тағдырын ғана келесі адамнан бір түсіне алады. Онда былай ғой, қыз қадірін қызды дүниеге алып келіп өсірген аналар ғана түсінетін шығар. Ал басқа бермегеннен кейін, ондай күн тумағаннан кейін отырып алып ауызбен орақ ора беру өте оңай негізінде. Оны біз өзгерте алмаймыз. Әр адамның өзінің шешімі, әр адамның өзінің санасы, әр адамның өзінің таңдауы. Иә, негізі Бексұлтан айтып жатыр ғой, негізінде сондай ата-аналар бар деп ше, әке-шешесі түгел болсын деген сияқты. Ол кезде ол не үшін айтады? Өйткені анау әкесінің, анасының тәрбиесін көрген болсын деп айтады да. Ал жаңағы бірақ кейіннен қайтыс болып кеткен болса, онда ол адамның кінәсі жоқ деп ойлаймын. Иә, сол бәрін келістіңдер ғой, Ол бітті ғой енді бұл әңгіме. Серік мырза, студияға енді кірдіңіз, 6:26. Не болды бүгін? Бұл екеулеріңіз кіру шығумен болдыңыздар мына жақтан. Не болды? Қосылдыңыздар ма, татуластыңыздар ма? Жаңа кекілжің болып қалды. Кекілжің? Иә, сөзге келіспей қалдық. Сондықтан Бұл жылапты ғой, көзінің жасын сүртіп жатыр. Иә, жаңағы маған ұнамай болған сәт болды. Ер жігіттің сақинасын алып, қолына тағып, қарап отқаны маған ұнамай, соған айтқаным бар. Ер жігіттің... Иә, міне кім Хуршеттің өзі айтып отыр, әдейі істеп отқан сияқты. Мен де сөйтіп ойлаймын да. Қайда жүрсек әйтеуір ер жігіт болып кеттік қой, білмеймін ғой. Былай ғой негізі әңгіме. Мен бүйтіп сақинамен ойнап отыратын әдетім бар да, бүйтіп. Диана ханым, қарасаңшы. Сақинамен бүйтіп ойнап отыратын әдетім бар да, меніңше. Сөйтіп ойнап отқан енді, содан кейін бүйтіп бұл қасымда отқаннан кейін бүйтіп қарады да, негізі сыйлыққа жақсы болатын сияқты ғой, берші көрейін деді маған. Одан кейін тағып алды өзі. Жоқ, одан кейін бүйтіп өзім шешіп бердім да, бұлбұлын қолына бердім, сосын бүйтіп қарап отты. Енді соны Секен көріп қалды да, қайтадан қызғанып жатыр да жаңа. Секен ол просто сыйлыққа күшті болады деген мақсатта ғана көріп отыр дедім да. Деп жүзік жайлы әңгіме айтқан кезде Асекеге гүл келеді. Ол гүлді Әсем ханым сізге сыйлайды, рахмет Асеке. Негізі Диана ханым айтсам болады ма? Қазір Серік мырзаны тыңдап алайықшы. Қызғанғанда емес, бұлбұлдың өзі біледі да маған ұнамайтын. Сол ұнамайтын біліп отырып, соны істей береді сондай жағдайларды. Бұлбұл неге тағы да осындай әңгіме? Не істейміз? Ал оған дейін негізі сіздер татуласып алған бедіңіздер? Оған дейін біз татуластық, енді әшейін ер жігіт бүйтіп ойнап отқаннан кейін не істеп отырсың деп қарадым да, берші көрейінші деп сақинасын алып ұстадым, и соны жаман жағынан қабылдап. Серік мырза, өзіңізден сұрайын, бүгін сонымен сіздердің нақты жауаптарыңыз қандай болды? Тоқтады ма? Дұрыс айтады Хуршет, тоқтамады ма? Диана ханым, жаңа алдындағы осы жағдайға дейін тоқтамап еді, айтайын деп едік, бірақ қайтадан Енді шешім өзгерді ме? Шешім өзгерді, иә. Ертеңге дейін уақыт берсеңіздер, ертең жауабын айтамыз. Жарайды, енді көндік болғанда. Асеке, сіздің таныстығыңыз? Диана ханым, тезірек айтсаңыз? Тезірек айтсам, таныстық жалғасады, келесі жол бәрін айтып береміз. Таныстық жалғасады, қымбатты көрермен. Ертең 14:30-да Еуразия бірінші арнасында қайта қауышамыз. Кештеріңіз жақсы өтсін, махаббаттарыңыз мәңгілік болсын. Сау болыңыздар.